Баршаңызға сәлем, құрметті достар. Бүгін сіздермен өте дәмді корей тағамы пекоди дайындаймыз. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге қажетті заттар: жылы су қажет болады, ашытқы, яғни дрожж және де тұз. Тұзымызды және де ашытқымызды жақсылап суда ерігенше араластырып алып, оның үстіне ұн саламыз да жақсылап қамыр ашытамыз. Ұнымыздың барлығы жақсылап суда ерігенше осылай қолмен қамырымызды ашытып, июін келтіріп, бетін жауып қойып қоямыз. Енді осында айта кететін үлкен құпия: содамызды суымызға салып, жақсылап ертіп аламыз да көтеріліп келе жатқан қамырымызды осылай бірнеше содалы сумен қайтарамыз. Яғни сіз неғұрлым көбірек содалы сумен қайтарсаңыз, соғұрлым сіздің қамырыңыз үлпілдеп болады. Енді біз салмасын дайындаймыз. Ол үшін жуамызды осылай жіңішкеретіп турап аламыз да қызып тұрған майда қуырамыз. Онан соң сәбізімізді де жұқалап турап, оны қуырылып жатқан жуамыздың үстіне салып қуырып шығамыз. Осындай түстес болуы қажет, және де оның үстіне тартылған етімізді саламыз да оны да жай отта қуырамыз. Енді осының үстіне капустамызды, яғни 40 қабатымызды салып, жақсылап барлығын араластырып қуырып шығамыз. Енді дәміне қарай тұзымызды және қара бұрышымызды себелеп бұқтырып қойып қоямыз. Салмамыз дайын болды. Енді қамырымызды қолымызбен бірнеше бөліктерге бөліп аламыз да ұнымызды жақсылап сеуіп, формасын келтіріп, пекоди жасауға кірісеміз. Мінекей, қамырыңызды өте қалың қылып алмаңыз, себебі біздің пекодиіміз қазір көтеріліп піседі. Қамырды тура осылай қолмен жұқалап жайқалап шығамыз да салмасын салып, пекодидің формасына келтіріп түйіп шығамыз. Дәл видеода көрсетілгендей етіп, пекодидің формасын келтіріп, барлық қамырымызды түйіп аламыз. Енді мантаваркаға тізіп шығамыз. Астына міндетті түрде май жағуды ұмытпаңыз. Нығыздап салмаңыз. 5-ден 4-ден салсаңыз жетеді. Себебі біздің пекодиіміз қазір көтерілуі шарт. Енді осы пекодиларымызды 40 минутта отқа қоямыз. Мінекей, біздің пекодиларымыз дайын болды. Енді осы пекодилардың ортасын ашып, қалауыңызша майонез, кетчуп, не болмаса сәбіз салатын, чимчи салатын салып ұсынсаңыз болады. Баршаңызға ас болсын.